саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тізбекте жалғанған кедергілерді зерттеу. Жұмыстың мақсаты берілген схема бойынша электр тізбегін жинауды үйрену, электр өлшегіш приборларды таңдай білу, тізбектің белгілі бөлігіндегі кернеулерді өлшеп және тәжірибе жүзінде оларды тізбектегі бөлінуін зерттеп білу. Ол үшін сұлба бойынша бізде кедергі ретінде үш шам, екі реостат тізбекте жалғанған. Осы тізбектегі тоқты амперметр арқылы өлшеп және әр кедергідегі кернеуді бөліп тұрған вольтметрмен өлшеп бәрін өлшеу бергендерін таблицаға толтырамыз. Содан кейін осы есептеп таблицаның есептелді деген бөлігін берген формулаларға қойып есептеп жазамыз. Жаңағы берген сұлбаны, электрон сұлбаны лабораториялық стендте құрастырамыз. Ол үшін амперметр тізбектеп жалғаймыз. Тоқ көзіне. Осы амперметрден кейін кедергі ретінде қолданылған бірінші лампаға жалғанады. Ол лампадан шығып екінші лампаға тізбектен жалғанады. Екінші лампадан шығып екінші лампадан шығады. Ол үшінші лампаға жалғанады. Үшінші лампадан шығып бірінші реостатқа жалғанады. Екінші бірінші реостаттан шығып екінші реостатқа жалғанады. Бұл екінші реостаттан шығып екінші тоқ көзіне жалғанады. Мұны электрлік сұлба осы тізбектеп жалғанды. Енді осының әр кедергілердегі тоқ пен кернеуін өлшейміз. Ол үшін вольтметрмен тоқ көзіндегі кернеуді өлшейміз. Сұлба жиналды. Енді осыдағы кернеулерді өлшейміз. Бірінші тоқ көзіндегі кернеуді өлшеп аламыз. Тоқ көзіндегі кернеуіміз 380 вольт. Одан кейін бірінші лампадағы кернеуіміз 128 вольт. Екінші лампадағы кернеуіміз өлшейміз. Екінші лампадағы кернеуіміз 125 вольт. Үшінші лампадағы кернеуді өлшейміз. Бұндағы кернеуіміз 120 вольт. Бұдан кейін реостаттағы кернеулерді өлшейміз. Бірінші реостаттағы кернеуіміз 4 вольт. Ол 3 вольт. Осы кернеулерді таблицаға толтырамыз. Бұдан кейін екінші жағын
бөлшектелген мәндерді таблицаға толтырамыз. Біріншідегі кернеуіміз 380 вольт, тоғымыз 0,4 ампер. Бірінші лампадағы кернеуіміз 128 вольт, екінші лампадағы 125, үшінші лампадағы екінші лампадағы 125 вольт, үшінші лампадағымыз 120 вольт, бірінші реостаттағы кернеуіміз 4 вольт, екінші кедергідегі 3 вольт. Осы мәндерді берілген формулаларға мәндердің орнына қойып, есептеп, екінші есептелінеді деген бөлігін толтырамыз. Жаңағы берілген формулаларды орнына қойып, мәндерді есептеп шығарамыз. Бірінші лампадағы кедергіміз 320 Ом, екінші лампадағы кедергіміз 312-де 5 Ом, үшінші лампадағы кедергіміз 300 Ом, және бірінші реостаттағы кедергіміз 10 Ом, екінші реостаттағы кедергіміз 7,5 Ом. Енді осы нені бергенде тексеру формуласына қойып, орындарын мәндерді қойып шығарамыз. Бірінші рет шығарғанымызда 380 вольтты тоққа бөлгенге 950 Ом шықса, сол тексерген кезде жаңағы мәндерді орнына қойып 950 Ом шығып тұр. Енді кернеуді жалпы кернеуіміз 380 вольт болып болса, соны әр кедергідегі мәндерді орнына қойып, бірінші лампадағы, екінші лампадағы, үшінші лампадағы реостаттағы кедергілерді орнына қойып, есептеп шығарғанымызда 380 вольт шығады. Міне естіп, осы зерттеулер арқылы кедергілер тізбекке қосылғандағы мәнін тексеріп зерттейміз. Қалай? Сол егер тапсырма қайталаңдар дейміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.